каналында хабарлар студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бойле малюмат. Саналыштырылған темашалар, шейри конкурслар, сергілер, семинарлар ве конференциялар Қырымда Великое русское слово адлы 14-ші халқара фестиваль башланды. Бұл сене программа насыл олажақ ве iştirakçiler қайсы ерлерден келгенлері ақында Султания Ситакаева сұраштырды. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Ахмеджет шәһәренең мерkezінде Руслан ве Людмила поэмасындан сатырлар яңгырай. Бүгін белле язычы Александр Сергеевич Пушкин doğганының 222 еллыгына багышланган иҗади байрам башланды. Великое русское слово адлы 14-ші халқара фестивальны ресми шекілде ачык деп илан етем. Қырымда бұл фестиваль 2007 сенеден берле кечірілі ады тынжы бұтет бір белле шайырның абидесі огынды кече. Открытие фестиваля состоялось... Фестиваль бұл мейданда açıldı. Мында Украина, Русия регионларından келген мұсафирлер oldu. Ветап, о вақыт мында Русия ватандашларымыз келіп башладылар. О вақыт бізім қарарларымыз не қадар doğru olғаны ақта түшініп бақыңыз. Фестивальның темеліні қойғанлардан бірі Қырымда Русия жемиетінің бірінші рейсі ве тесісшісі Владимир Терехов oldu. Саммитның esas мақсады Русия медениетіні инкишаф ettirmek ве сақлап қалмақтыр. Тамым бұл инсан бұл іштің башында тұрды. О июль 6-сында рус тілі күніні қайт етмеге теклif етті. Бұндан сон бұтын мемлекетте рус тілі күніні қайт етіп башладылар. Бұл сене фестиваль ярымаданын эпосы шәрлеріні қаплап алажақ, шири сөз саналары, медениет евлері, музейлер, китапханелер ве театрлер олажақ. Қырым сәкенлеріні ве мұсафирлеріні концертлер, беди ве тәсіл программалары, жемаат форумлары, ilmi конференциялар ве иджади көрішувлер беклей. Большие концертные программы. Ялы кенарларында буюк концертлер кечecek. Қырым сакинлері медени чықышларыны сейір ете білежеклер. Музакерелерде иштарак етмек мүмкін олажақ. Фестиваль мираклы ве мақсулдар олажақ. Буюктен буюк медени мирас қалдырған қалем ұстасына чечеклер. 21-ші асырда оның әсерлеріні оқуйлар ве оны земаневи рус тілінің темелжесі деп саялар. Ахмеджеттің мерkezінде açылған ретроспектив сергіде балаларының ижади ішлері тақдим етілді. Бұл Пушкиннің әсерлері бойынша рус масал дүниясына сияхаттыр. Фестиваль Русия күні июнның 12-сінде екінленежек. Султания Ситакаева, Эрвин Амиралиев, Миллет үшін. Ескі Қырымда стадион реконструкция етілген заман құрыжылар 13 асырға айт мұсылман башташларына рас келділер. Археологлар енді уникаль объектлерде текиқатлар кечерелер, да насыл артефактлар тапылғаны ве олар жұмхуриет үшін не қадар мұйым олғаны ақында мұхберлеріміз тариф еттілер. Ескі Қырымда стадионның реконструкциясы сирек артефактлар топланған хазинеге расткелуге чевірілді. Башташлар, алтын орду девіріне айт керамика малземелері ве хожалық чухурлары. Ярымада тарихының чеші девірлерінден бір чоқ тапылмалар анық олды. Стадион реконструкциясы кетешатында ішчілер 13 асырға айт башташларға раскелділер. Археологлар енді қадеми мезарлық еріні огренелер ве тапылмаларны тетқі қайтелер. Уникаль тапылмалар ақында бірден ерлі сакинлер белділер. Туған шерінің чоқ асырлық тарихына далмақ. Мақсадынен келгенлер арасында Шефхие Тохтарова. Вроде как захоронение здесь было этого. Мында қабыр олғанына ошай, мен мерақланы башладым. Мен мында Ленура достумы чағырып келдім. Балаларымызден, турынларымызден келіп бақайық дедік. Енді мындан оны музейге көчіргенлеріні білмейдік. Енді музейге де барып бақарық. Чүнки бұл бізім шеріміздің тарихыдыр. Артефактларны бірден ескі Қырымның тарих ве археология музейіне алып кеттілер. Мутехасысларның сөзлеріне көре, бұл бүтін жұмхуриетімізде сақланған ән әрте башташлардан бірідір. Мұсылман башташларында араб тілде язылған сөзлеріні көрмек мүмкін. Бұл таш ве екінші таш, олар бір дәвірге айыт. 1285 сенеге, мұнда адамның ады язылы ве қайсы елға айытлығы. Шымдықы даққаға тек бір санын таптық. Чүнки бұл ағыр ве зәметлі іштір. Ташның үстінде есе Құрандан аятлар язылы. Мұна бұл мисал оларақ аят Аль-Курси. Ахмеджетлі мутехасыслар да стадионның территориясына огренмеге девам етелер. Олар қадими артефактларны араштыралар. В срезах грунта вот этих бортов. Топрақ қатламларындан, траншеялардан тахменен 30-дан зияды мезар лекелеріні сайып чықтық. Парчаланған кеміклер оларның излері бар. Олар Афсуски экскаватор түбінден чықтылар. Мен белесем, яқын вақытта бізге филологлар мында кім көмілгені ақында хабер етерлер. Шымдылық біз тек қачын жесене олғанына білеміз.
Санлар, рақамлар, адлар. Бұлар эпосы тапылманын портретini тизмеге ярдым етер. Топрақта чоқ берлі олмаған ве огренелмеген малюматны сақлай. На сегодняшний момент Бүгінгі күнде уфуқ тегізленуі бойынша эпосы ішлер тоқтатылды. Археологлары екон чықарғанларындан сон біз ішімізні девам етежеміз. Тапылмалар пек қиметледір. 13 асырға айыт артефактлар кечміш деварның тарихы ақында чоқ мерақлы малюмат ташый біле. Акиме Седометова, Асан Ибрагимов, Милет Ичун, Эски Қырым. Ақмежетнің чевресі инфраструктура елесірала яқында енді янартылған соқақларының жедвелене да екісі қошылажақ. Бұл Балаклавска ве Селим Герай соқақларыдар. Анда шымды территориялар абаданлаштырылы бойынша ешлер алып барыла, демек енді июль айында екі сквер пейда олғажақ. Ескірген районлар үшін пластик операция Жұмхуриетінің Назерлер Шурасы ве Москва кемиеті арасында түзілген анлашма себебінден мүмкін олды. Құручылық техниканын ішы бірінші бақыштан қаба көріне асланда экскаваторный даретмек қолай іждігіл. Мұқайт Везарев шекілді құручылар Ахмежетнің яны скверны яраталар. Бұл Балаклавска соқағында жемат ерідір. Сейчас мы копаем подводный полив. Біз ер асты суварылуф үшін топрақ қазамыз. Электрика енді япылды. Мен белесем, ершейні мүддетте япып етіштірерміз. Белкі бұндан да әртіже олыр. Ершей дүлбер олажақ. Кечкен кеткенлер Мерах или районның вариетіне көз ташлайлар. Ама якынча бармаға Третьяков галереясында кекібі чекілген шеретке дереті. Геже сквер чешіт ренглер или яначақ шымды ішчілер тамам бұның üzerinde çalışалар. Азыр олған сон Балаклавска соқағының сакилнеріні ажайып манзара беклейджек. Детская площадка. Бала мейданы, ярықланув, суварылув, тереклер ве чалылар сачылажақ. Шерінің әкінже абаданлаштырылған еріні танымақ қолай. Селим Герай соқағында олачақ сквер Русия қараманы Алиме Абдынанова адына 44-ші мектеп янында ерлеші. О біраз бөкче 11,5 bin квадрат метр. Балаклавская сквері есе 4 bin квадрат метрлік. Бұрчоқрақта бойле сквер яратылығы сакинлерінің яшайшына яны дұйғылар вет түслер қошар. У нас лес рядом. Бізім янымызда орман бар. Ава яқшы олған вақыт орман бойы кезінеміз. Енді табиаттар атланғанда қысартқыларға раскелмек шардегіл. Мұна бұл ерде бізден біраз алчақ екі бала мейданы ерлеше. Олар енді асфальтнен төшелді. Тезден кичік мемори шекіллер олажақ. Қавсызлық riznасы ерлештірілежек. Спортив мейданда да айны бойледір. Сквер пейдаулығы районда интенсив трафик меселесіні де қысмен чезеджек. Асфальтнен төшелген парковка азыр. Ойынды бірінші машиналарны беклей. Бұл объект тахминен 79% азыр. Чоқысы іштер ер тубында бежірілді. Шымды енді уст косметик әрекетлер беклей. Тыш қызметші мұқайтлықнен плитка ташларыны ерлештіре. Да, ярықланув теремелері ерлештірілежек. Олар үшін темел қойылажақ. Ве yolчықлар ішіні девам етеміз. Графиклерге атты Қырымда яған яғмырлар мевсімі кедер етмеді. Шей тайынленген мүддетте екленмек керек. Сонки кунисе анлашмаларға көре июльнің бірідір. Айша Шулакова, Тарас Брезицкий, Саид Влиляев, Милет Ичун. Таврида арт-кластері кечкен капсель көрфезі меганом бұрыны Женевас кермене бұл судақта мұсафырлерінің беклеген шейлерінің көчік бір қысмадар. Адетінже яс мевсемінде қырмыларының ве туристлерінің чоқысы ярмаданын дүлбер Женебе шарқының сечелер біз қырымның туристик жәзібелігі ақында екелерімізні девам етеміз, мұқберлеріміз күнешлі судақта бұлындылар. Қырымның қадеми шерлерінден бірі судақ ярмаданын Женебе шарқында ерлеше. Ратлық күнлеріні яда тәтел кечірмек үшін пек яқшы ердір. Бұл ер пек онайтлы, йолар яны, яделер зоналары теміз. Шернің муниципалитеті бұл вазифелеріні оригинал ве инновацион шекілде чезе. Яқын вақыттан берлі ялы кенарыны чөпліктен мұна бойлы электрик аджы іштіра, оның ады трицикл. О чоқ вақыт чалыша біле, габаритлері есе кечік. Чөплікні бұйық машиналарды гілді бойлы электрик чеші жиыштырмасы. Бұл шер мемуриеті елбашчысының ғайысы еді. Кешкен мевсімнің июль айында эки трицикл сатын алынған еді. Шымды ялы кенарында веки Парис алиясында бойлы машиналарнен темізлік кечіріле. Егер темізлік или шей аннайышлы олса, судақта да насыл мерақлы шейлер бар ажеба. Бұл жоқтан чоқ тарихи ве таби абиделердір. Олар атта эн назлы ве арсыз мұсафырны мерақландырар. Оқатувы, кабеклер дарп етілуі, мерақлы экскурсиялар, керменде көрмек үшін имканларының кечік қысмыдыр. Русия Федерациясы медени мирасының уникаль паркы бұйық ватанымызның сакинлеріні ве дүнияның бір көшесінден тарихчілеріні желпете. Ерлі мемориет ұлған әгленжілерден ғайры афишаны кендлештірмеге ниет ете.
Оларының арасында Женевиз башлығы яни Генуэзский шлем адлы мешур фестиваль. Бу сене біз Илксефер Салдария адлы орта асырлық меденет фестиваліні кечереміз. Бу ел екінші кере Галицинский бал адлы буйық байрам кече. Буен мықязлы ве буйық тедбірлердір. Олар бізім зияретчілеріміз группалары үшін шахси эксклюзив шекілді тішкілетілі. Мусафирлерні сабырсызлықнен беклеген ерлер арасында судаққа яқын ерлешкен Новый Свет қасабасы. Масмавы дениз, тази ава ве бір талай egленжілер қырымлы Монако деп адланған ерде келгенлеріні қаршылай. Ерлі шифахане ве аттейлерде ер алмақ үшін бір қач афта евелден yazılmaq керек. Бу курорт мевсімге біз айрыжа азырландық. Еркез білеп, COVID-19 эпидемиясы кері қайтмады. Бізні қалдырмады. Оның үшін біз эпсі қарарлар тен биелевлеріні реайет етеміз. Крым Жұмқұриетінің ве умумен Русияның эпсі қанунларына ве норматив актларына көре чалышамыз. Бұның үшін кереклі мальземелер сатын алынды. Судақта курорт мевсімге азырлық чоқ вақыт девам етті. Кечкен елінің қысқа яз мевсіміне көре, бұл сене курорт шер рекорд дәрежеде туристлер сайысыны қабыл етмеге планлаштыра. Бізім епсі иш адамларымыз бұл мевсімнің башына инсаф или янашқаныны истередік. Бұл қызметлер саасы, жема ташап ішкен ерлер ведигер қызметлер көстерілуі. Адамлар чоқ, оның үшін бұл пек мұйым. Бізге мұнда Қырымға, Судаққа керген адамлар епсі біздің мұсафірченлігімізден, қынтавлы ерлерімізден ве айрым ұйтымызден мемнун қалмасыны истередік. Доғры тешкел етілген инфраструктура, egленжелер чоқ олмасы ве уникаль табиат. Бұлар эпасы Судақны Қырым сакинлері ве мұсафірлері үшін мерақлы ерге чевіре. Акиме Седеметова, Дауд Чахалов, Арсен Фукала, Милет үшін Судақ. Ақерда Евразия ұйынлары адлық құвет спорт чешірлерінің фестивалі кечті 5 мемлекеттен ең көчлі атлетчілер іштирак еттілер. Спортчылар 4 темашалы межгулетлеріні беджерділер. Оларының арасында емде көреш, емде ағырлықлар ұзақ месафеге чекілеві, бұчыдамлық сыналывы дайреден етеп чықарылывы. Тавсилиятлы және Бетекелев хамызда. 32 килограмма, но видно, что опыт, конечно, у него немножко не такой. Ағыр атлетчілер үшін бірінші сынав эстафета, чувалар, кегалар ве покрышкалар чекілуі. 5 мемлекеттен ең күчлі атлетчілер иштирак етелер. Умумен ең күчлі онбаны оғырында 12 күрешчі ярышлашacak. Яқшы олсын дедім, ама олғаны кі болды. Алла берсін, илерде да яқшы олсын. Фестивальда спортчылар 4 межгулиет беджермек кереклер. Пелванлар бұйықтен бұйық ағырлықны көтерелер. Юк оларның чекісінден де зиядедір. Қаба беден күчі фестивалі девам етті. Батыр лок-лифтны яни ағачыны олдықча топеге көтермек үшін спортчылар бар күчіне тырышалар. Менің севімлі межгулиетім ағач. Оның екі сапы бар. Кокуске қадар кіресің ве башың үстіне көтересің. Бүгін ең бұйық ағырлық. Мен бұны пек севем. Фестивалін бірінші күні Оксана Кошелева Русия рекордына ирышты. О Тигр адлы арби автомобиліні 4,5 метрге чекті. Бөле машинаның ағырлығы 7 тоннадыр. Самый сложный для меня. Бұл мен үшін ең ағыр рекорд еді. Бізде спортшыларда доғды деген ибаре бар. Түневін доғдым, тигірні бойсундырдым. Вес ерджелер бұны бегенгенлері үшін пек қуанам. Дұғылар пек чоқ, қарышық, беденім тітрене деп язалар. Евразия ойынларында ақяр сәкелері вешер мұсафірлері бұйық күч экстремінің шатлары олдылар. Дмитрий Скосинский свернул, привело, положил всего на бицепс. Ақяр әнді үшінші кере пелванларны қаршылай. Кечкен сене фестивальны 10 биңден зиядай сүйерчі зиярет етті. Онлайн аудитория 12 миллиондан зиядай адамны тышкіл етті. Цели и задачи у нас прежде. Бізім мақсадларымыз ве вазифелеріміз евелсі кібі спорт ве сағлам яшайыш тарзының рағбетлештірілуі, ватан перверлік артырылуы. Бұл фестиваль спортив ярыш дегіл. Мұнда разрядлар берілмей, жиыма тақымларға сайлав йоқ. Яқшы мүкефатлар, унванлар ве сейерджілерінің қол тұтывлары бар. Ең күчлі атлетчі оларақ Сибирь сакені танылды. Дмитрий Скосырский енді 3 жылдан берлі ғалип чықа. Ақярлы Константин Колдунов 3-ші ерге наил олды. Гузель Мамбетова ве Максим Голубев Милет үшін Ақяр. Спортив күрешов бойынша сақ күреші деп аданған 4-ші фестиваль айны шу шерде кечті. Қырымнан чешет районларындан спортчылар өзлеріні көстеріп турнирде алтын қазанмаға тұрыштылар. Ярышта емде Геленжік шерінден келген мұсафырлер іштирак еттілер. Бұл мевзунын девамы бізім Бетекелев хамызда.
Күчлеріні топлап оге бақа, уджум этмек үчүн келишкен даққаны беклей. Әрбір спортчы евге мукафат или қайтмаға арзете. Ярымаданын чешет көшелерінден күрешчілер кілімде көріштілер. Яшча балалар Юнан Рома үслікте күрештілер, бұйықче егітлер ісе күчлеріні милли күреште сынайлар. Кечкен сене пандемия себебінден турнир кечірілмеді. Бұ сене ярышларны ве ғалебелеріні сағынған күрешчілерінің сайысы 200-ден ашты. Біз башта Сақ районының ичкі ярышларына азырландық. Bizim çok мектепlerimiz iştirak etті. Сонысы біз балаларымыз için böyle miqyazlı турнир кечірдік. Олар өзлеріні көстерсінлер ве бірінші ерлеріні қазына білсінлер деп. Қырым күрешчілерден хайры турнирде әмде Геленджик шәрінен келген спортчылар iştirak еттілер. Эйтнің ребері Георгий Колбациниди oldu. Спортчылар бір қач чеки ве яш категорияларында ярышлаштылар. Тей суратларымыз ве дuygularımız тек музбет. Истек білдіруден башлап бүгінгі күнгеже, bu seneyegece. İçte suallerimiz yok. Балаларға аферін давет еткенлері için teşekkürler bildiреміз. Мақсат галебе. Ахмеджет спортчылары бош қолларының қайтмаға істемейлер. Оларның ниетлері башқа. Кейфіміз яқшы, күрешмеге азырмыз. Тек галебе қазанмақ үшін келдік. Идманлар кечіреміз, çalışамыз. Нәтижелер насыл олacağını күрешіп көстерер. Ер вақыт исрар или азырланамыз, күнделік идманлар кечіреміз. Нәтижеде де бірден көрінір. Біз 10 адам олып келдік, олардан ер бірі муқиет или чықышта болуна. Артта қалғанлар да бар, амма біз галебеге ынтыламыз. Сақ күреші қырымлы күрешчілерінің спортив мевсіміні екінлей. Турнирден сон оларны ратлану ве джима идманлар беклей. Келем мерақлы тутушывларны беклей. Яны мевсім август айында башлана. Акиме Седеметова, Дауд Чахалов, Максим Голубев, Мелетичун, Сақ. Шымдыки даққаға бұл хаберлерінің епседі, келечек яйнымызны қачырманыз.